Қайырлы күн. Менің тарих таным каналыма кіріп отырғандарыңыз үшін көптен көп рахмет айтамын. Бұл каналдан тарихи білім аласыздар. Сондықтан менің каналымды қолдап, маған мотивация беріп, видео ұнаса лайк басып, комментарий жазып отыруларыңызды сұраймын. Бүгінгі айтатын тақырыбымыз жәрмеңке саудасының дамуы. Жалпы Қазақстанда сауда қатынастары қалай дамыды, оның ерекшеліктері қандай, ел аралайтын тұрақты және жәрмеңке саудасы дегенге тоқталатын боламыз. Ресей империясы Қазақстанды жаулап алу үшін шекара бойына түгелдей бекініс қамалдар салғанын білесіздер. Осы бекініс қамалдар бірте-бірте Қазақстан Ресейге қосылғаннан кейін қала мәртебесіне ие болды. Оларға мысалы Гурьев, Орал, Ақтөбе, Қостанай, Петропавл, Павлодар, Семей, Өскемен қалалары жатты. Сондай-ақ округтік приказдың орталығы ретінде Көкшетау, Қарқаралы, Ақмола қалалары салынды. Сөйтіп бұл қалалар ірі сауда, мәдениет және өнер орталықтарына айналды. Ресейдің қазақтарменен сауда-саттығы негізінен татар көпестері арқылы және осы округтерді басқарып отырған приказчиктердің көмегіменен жүзеге асырылды. Ресей көпестері қазақтардан мал және малдың өнімдерін, яғни мал өнімдері тері, жүннен жасалынған киіз, текемет, сондай-ақ мал өнімдері, азық-түліктер, май, құрт, тағы басқаларды сатып алатын болды. Ал қазақтар ресейлік көпестерден шұға, көз маталар, темірден жасалынған бұйымдар, шай, қант, темекі және ағаштан жасалынған ыдыс аяқтар сатып алатын болды. Сондай-ақ малдары үшін дәрі-дәрмекке де сұраныс өте көп болды. Қазақтар менен орыс көпестерінің саудасының басым көпшілігі тепе-тең баламасыз айырбас түрінде жүргізілді. Яғни барлық нәрсенің бірдей баламасы қой, ісек болды. Ресей көпестері өзінің өнеркәсібіндегі шығарылатын бұйымдарын бағалы мал өнімдері мен шикізатқа айырбастап, шаш-етектен пайда табатын болды. Мысалы, Ірбіт жәрмеңкесінде дейді, 2 сом 70 тиыннан сатып алынған қазан Қазақстандағы қазақтарға 50 сомға сатылды. Яғни бұл жерде көпестер шаш-етектен пайдаға кенелетін болды. 1835 жылы Қазақстанға әкелінетін астық пен егіншілік құрал-саймандарына бас салығын алып тастады. Сондықтан да бұл Ресей көпестерінің Қазақстанға сауда-саттық жасауын одан әрі күшейтті. 18 ғасырдың аяғы мен 19 ғасырдың бірінші жартысында басты сауда орталықтары Орынбор, Троицкі, Петропавл, Омбы, Семей, Орал бекіністері болса, 19 ғасырдың екінші жартысында енді ірі сауда орталықтары Ақмола, Павлодар, Қарқаралы, Баянауыл, Көкшетау, Қазалы, сондай-ақ Жаркент қалалары болды. Міне осы 19 ғасырдың екінші жартысынан бастап қазақ өлкесіндегі сауда-саттық ел аралайтын тұрақты және жәрмеңкелік түрлері болып үшке бөлінді. Ел аралайтын деген бұл орыс, татар және орта азиялық көпестер ел аралап жүріп айырбас сауда жасайтын болды. Олар көшпелі және жартылай көшпелі халыққа, яғни қазақ халқына қажетті тауарларды әкеліп сатты және оны малға, мал өнімдеріне айырбастады. Қазақтардан олар үйір-үйір жылқы және мыңдаған қойларды сатып алды. Сондай-ақ бұны Троицкі, Орынбор, Ор, Петропавл және Омбының зауыттары менен алып сатар саудагерлеріне үстеме бағамен өткізіп жіберді. Ал олар болса өз кезегінде бұл товарларды Ресей базарларына тіпті шетелдерге дейін асырып жіберді. Сөйтіп екі ортада делдалдар мол табыс табатын болды. Екінші сауда бұл жәрмеңкелік сауда болды. Бұл сауданың түрі бұл маусымдық мезгілге әдейі арнап белгілі бір мерзімге қоятын сауда болды. Бұның сипаты біріншіден Қазақстанның негізгі халқы көшпелі және жартылай көшпелі мал шаруашылығымен айналысты. Сондықтан олар малдарын үлкен жәрмеңкелерде өткізу үшін, сондай-ақ егіншілікпен айналысатын отырықшы халықтан азық-түлік сатып алу үшін өте қолайлы болды. Екіншіден, қазақтың жері кең байтақ болдығы, сондықтан жол жүйесі нашар дамыды. Сондықтан әрбір округтерде, әрбір қалаларда үлкен жәрмеңкелер ашылды. Мысалы, Қарқаралы уезінде Қоянды, Ақмола уезінде Константинов, Еленов, Атбасар уезінде Петров,
Орал облысында ойыл және темір, Верный уезінде Қарқара, Жаркент, Сырдария облысында Әулиеата, Семей уезінде Шар, Петропавлда Тайыншакөл жәрмеңкелері ұйымдастырылды. Жәрмеңкелерге қазақтардың негізінен әкелінетін заттары бұл мал болды, және мал өнімдері, тері-терсек, жүн-жұрқа, киіз, текемет сияқты заттар болды. Ал Ресейдің европалық бөлігінен киім-кешек, ағаштан жасалынған ыдыс-аяқтар, ұн, шай, қант, шам, самаурын, қазан, сабын, фарфордан және темірден жасалынған тұрмыстық бұйымдар жеткізілетін. Ал Орта Азия саудагерлері бұлар шапан әртүрлі, кілемдер, жібек және мақта маталарын, ер-тұрман әзілдерін, сондай-ақ кептірілген жеміс-жидектер өнімдерін әкелетін болды. Жалпы Қазақстанда ең алғашқы жәрмеңке бұл Қоянды жәрмеңкесі Қарқаралы Казахстаницасының қасында болды. Бұның негізін қалаған Ялуторлық көпес Ботов болды. Бұл жәрмеңке жыл сайын маусымның 15-нен шілденің 15-не дейін өткізіліп тұрды. Алғашында бұл жәрмеңкенің жаңағы аумағы 2 шақырым болатын болса, кейіннен бір қатар ол үлкейіп, ұзындығы 11 шақырымға, ені 5 шақырым алқапты алып жатты. Қояндыда почта бекетінің ғимараты, сондай-ақ почта телеграф бөлімшесінің үйі, тіпті Ресейдің қаржы министрі Қоянды жәрмеңкесінде мемлекеттік банк бөлімшесінің ғимаратын салдыртты. Сондай-ақ осы Қоянды жәрмеңкесі тек сауда жасайтын орын ғана болған жоқ, бұл мәдени әлеуметтік саладағы үлкен мәдени орынға да айналды. Жәрмеңкелерде тек сауда-саттық қана жасалынып тұрған жоқ, сондай-ақ қазақтың ірі спорттық шаралары, ат жарыстары, ұлттық ойындары да өткізіліп тұрды. Сонымен бірге қазақтың атақты, бүкіл әлемге танылған атақты палуаны Қажымқан Мұңайтпасұлы өзінің өнерін көрсетті, және сал-серілеріміз, ақындарымыз да осы жәрмеңкелерде өз өнерлерін паш етті. Сауданың үшінші түрі бұл тұрақты сауда болды. 20 ғасырдың басында енді жәрмеңкелік сауданың маңызы төмендей бастады. Себебі біріншіден қазақтар барлық жерде бірдей жаппай отырықшылыққа көше бастады. Екіншіден уездік және облыстық орталықтардың аймағында тұрақты сауда кеңінен дамыды. Тұрақты сауданың дамуы әсіресе қалалардың өсуіне байланысты дамыды. Қалаларда фабрика, заводтар шығаратын өнімдердің тұрақты қоймаларына айналды. Сондай-ақ олардың қасында өздерінің тұрақты сауда дүкендері де ашылды. Қалаларда кең көлемде сауда жасайтын дүкендер мен дүңгершектердің ашылуына байланысты енді қазақтар алыс жаққа барып өздерінің товарларын тасымайтын болды. Міне осы кезден бастап Қазақстандағы сауда тауарлы ақша қатынастары арқылы дами бастады. Достар, мен сіздерге осы жәрмеңкелік сауда туралы айтып болдым. Сондықтан маған мотивация беріп, менің еңбегімді бағалап, видеома лайк басып, комментарий жаза отырыңыздар. Сау болыңыздар.